Бақыт деген Сәбит Әкрамұлы. Бір жырыма жалғасар бір жырым бар. Бір мұңыма жалғасар бір мұңым бар. Ұнамайтын жақтарым бола қалса, оғыныңдар немесе суыныңдар. 3 жастағы баламнан ақыл ұқтым. Мен не дегендім білмес мақұлықпын. Бақыт деген не деді төтесінен, жақсылыққа жанымды шақырыптым. Бақыт деген балам-ау сен емес пе? Сенің күлкің, қылығың келер еске. Шаман келмей намысқа тырысасың, ағаң менен шығып ап төбелеске. Күлкіден шексілек қатыратын, кездерің бар көмекке шақыратын. Бақыт деген шынымен сол екен ғой, талғанша тамашалап отыратын. Одан басқа бақыттың керек жоқ, басқасының басқа бақ берер жоқ. Кейдейсоқ келген бақыт біле білсең, кетері тез, ал қайтып келер жоқ. Мысалы сенің анаң маған қарап, танытып жаман мінез жаман қабақ. Тұрғанда бақыт құсы өз-ақ ұшып, басқаның бақшасына бақ соғады. Сондықтан мен анаңмен табыламын. Қаңырап қалмасын деп қаным барым, шайқалып қалмасын деп шаңырағым, жұлынып қалмасын деп жапырағым. Жаратқан Тәңіріме жалынамын.